2025 жылы қалай табысты трейдер бола аламыз? Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге мен Нұрбол Қалымбек. Осы тақырыпқа байланысты именно біздің трейдинг саласындағы табысты трейдерлер деген кезде көпшілікке қандай адам елестейді? Әрине, әлеуметтік желілерде әртүрлі жаңағы ұғымдар қалыптасқан. Көптеген трейдерлер өзінің жаңағы роскошный өмірді, машинаны, үйді, соларды көрсетеді. Енді ол деген ол сіздің, егер де сізде де солай болатын болса, ол сіздің табысты трейдер екеніңіздің дәлелі емес. Нақты мықты трейдер ретінде кімді айта аламыз? Ол күніне демей-ақ қояйық, айына есептеген кезде сіздің общий тапқан табысыңыз прибыльный, яғни табысты болуы. Яғни өзіңіздің салған ақшаңыздың үстінен одан көбірек ақша табу, яғни бірнеше процентқа көбірек табыс табу тұрақты түрде ол сіздің табысты мықты трейдер екеніңіздің дәлелі осы болып саналады. Мысал ретінде алайық, жалпы осы биржа нарығында, акция нарығында, жалпы әлемдік осы қаржылық ұйымдардың нарығында алатын болсақ үлкен инвесторлар бар да бізде. Олар мысал ретінде Уоррен Баффет алайық. Уоррен Баффет бұл әлемдегі ең мықты, ең табысты инвесторлардың бірі. Оның капитализациясы өте үлкен. Шамамен есептеп қарайтын болсақ, жалпы статистика бойынша Уоррен Баффеттің жылдық табысы өзінің салған суммасының үстінен жылына есептеген кезде 10-12% пайда. Яғни реальностьпен қараған кезде олардікі әрине көбірек ақша, бірақ та негізгі табыстары жылына 10-12%. Енді трейдерлер қалай жасайды? Трейдерлер әрине күніне бірнеше сделкадан, әртүрлі сделкалардан бәленбай процент, 1000%, 2000% жасауы мүмкін, бірақ та ол әрине әртүрлі жағдайда былай қарастырсақ болады. Енді бұл біреуі челленджмен жасауы мүмкін. Мысалы біз челленджмен жасадық деген сияқты. Біреуі просто разгон жасауы мүмкін, біреуі жаңағы әртүрлі эксперименттер жасауы мүмкін деген сияқты да. Бұл нәрседен бөлек ол именно сондай нәтижеге жетуі ол адамның табысты трейдер екенінің дәлелі емес. Нағыз табысты трейдер деген ол тұрақты түрде айына есептеген кезде, тіпті жылына есептеген кезде өзінің салған суммасынан көбірек табыс табуы нағыз осы трейдер, өте мықты трейдер деп айтуға болады. Енді сіздермен мен жалпы осы 2025 жылы табысты трейдер болуыңызға көмектесетін бірнеше факторлармен, бірнеше қадаммен бөліскім келіп отыр. Бұл менің өзімнің өмірімнен алынған, плюс осы уақытқа дейін жинаған тәжірибемнен алынған бірнеше сіздерге қадамдармен бөліскім келіп отыр. Енді бастасақ болады. Шамамен 6 қадамдай сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл нәрсе сіздің жалпы трейдингтегі табысыңыздың артуына өте үлкен үлесін тигізетініне сенімдімін. Ең біріншісінен бастайтын болсақ, ең біріншісі әрине көптеген трейдерлердің айтатыны, бірақ көбіміз сақтамайтын, көбіміз бірге сол нәрсені ұмытып кететін жағдайлар болады. Бірақ та шынымен қарайтын болсақ, ол нәрсеге сүйенетін болсақ, үнемі демесек те, айына есептеген кезде сіздің табысты трейдер болуыңызға әсер ететін өте үлкен бір фишка болып табылады. Ол әрине не? Тренд. Тренд деген нәрсе бізде трейдингтегі өте маңызды бір қозғалыстың бірі болып табылады. Яғни көп адам трендпен жұмыс жасаған кезде кейбір жағдайда қарсы шығып кетіп жатады. Ол қалай? Тренд былайша айтқан кезде сіздің досыңыз деп айтуға болады. Енді трендке қарсы шыққан кезде қалай болады? Мысал ретінде, мысалы биіктен біреу пышақ лақтырсын да, пышақты тастасын жерге. Егер де сіз сол пышақты қарама қарсы келе жатқан пышақты ұстасаңыз не болады? Қолыңызды кесіп аласыз да. Дәл солай сіз трендке қарсы шығатын болсаңыз, сіз өзіңіздің ақшаңызды жоғалтып қояды екенсіз. Яғни, егер де сіз трендпен бірге жүретін болсаңыз, тренд сіздің досыңыз, ал егер де трендке қарсы шығатын болсаңыз, наоборот, тренд сіздің жауыңыз болады. Біз қарапайым трейдерларымыз, даже біз $1 миллион болса да рынокқа әсер ете алмаймыз. Неге? Өйткені ол жақта бәленбай күніне, айын емес, күніне 6-7 триллион доллардан астам айналым болады нарықта. Біз даже шамамен орташа есеппен алған кезде трейдерлар 10 мың мен 100 мың доллар аралығында, обычный трейдерлар сондаймен торговать етеді. Енді әрине крупныйлар бар, миллион мен 10 миллион доллар аралығында торговать ететіндер бар. Бірақ та соның өзінде де біз нарыққа әсер ете алмаймыз. Сол себепті де біз бір-ақ нәрсені түсіну керек. Біз қарапайым концепция трендпен жүретін болсақ, біз всегда прибыльда бола аламыз. Неге? Өйткені бағаны қозғайтын бізде кімдер? Крупный игроктар, яғни үлкен ақшасы бар рынокқа қатысушылар. Олар банктер болуы мүмкін, мемлекет болуы мүмкін, фондтар болуы мүмкін, үлкен частный фондтар, инвесторлар болуы мүмкін. Солар бағаны қозғаушылар. Ал егер де біз олардың бәленбай триллиондаған ақшасына қарама-қарсы позиция ашсақ, әрине біз ұтылу шансымыз ол гарантированный болып табылады. Сол себепті де трендпен бірге жүргетін болсаңыз, бақылап көріңізші, нарықты графикті қарап отыратын болсаңыз, бағыт үнемі мысалға. Егер де
жоғары қарай кетіп бара жатса, тренд жоғары қарай кетіп бара жатса, онда бірге крупныйлармен бірге сатып алыңыз. Ал егер де нарық құлап жатыр ма, тренд төменге қарай кетіп жатыр ма, онда бұл солармен бірге наоборот позиция ашпай бірге сатыңыз. Вот осы қарапайым концепция ең бірінші кезектегі, енді әртүрлі стратегия бар. Біреу әртүрлі стратегияны айтады, ойбай мен мынандай стратегия ойлап таптым, мынандай істеп жатырмын, мынандай болып жатырмын дегенді айтады. Бірақ та түбінде алып келген кезде, егер де қарапайым бір концепция, тек қана трендпен жұмыс жасайтын болсаңыз, тек қана демегенде жалпы трендпен бірге жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіз крупныйлармен бірге ұту шансыңыз өте жоғары болады. Вот осы бірінші қадам сіздің досыңыз деп айтуға болады. Сіздің трейдинг саласындағы үлкен трейдер болып, мықты трейдер болып табысты болуыңыздың кепілі деп айтуға болады. Және де қосымша осы бірінші қадамға байланысты айтқым келіп отыр. Нағыз трейдер ол бағаның қалай кететінін болжайтын адам емес. Әрине болжай алса жақсы, иә. Яғни мысалға мына жерге келгеніңізде өсуі мүмкін, мына жерге түсуі мүмкін, иә, дұрыс. Бірақ та ол сіздің нағыз трейдер екеніңізді білдірмейді бағаны болжау. Нағыз трейдер деген өзінің қалыптастырған стратегиясымен ұзақ мерзімде табысқа шыға алған трейдер, осы нағыз трейдер болып саналады. Яғни ол не істейді? Ананы бір стратегияны көріп, мына бір стратегияны көріп, общем, тиіп қашып жүрмейді. Ол не істейді? Өзінің стратегиясымен жасайды, риск менеджментті сақтайды. Ұзақ мерзімге алған кезде оның жеңілгеннен көрі жеңген, яғни табысты сделкалары көп болатын болса, және де өзінің салған ақшасынан көбірек тапқан болса, осы нағыз трейдер екенін мойындауға болады. Яғни бірінші қадамымызды аяқтайтын болсақ, тренд сіздің, егер де бірге жүретін болсаңыз досыңыз, егер де қарсы жүретін болсаңыз тренд сіздің жауыңыз болады. Келесі қадам бұл табысты бір нәрсеге негіздеу. Табыс дегенде бұл трейдингтағы табысты бір нәрсеге негіздеп қою. Ол қалай? Енді жалпы қазіргі кезде біз капиталистік заманда өмір сүріп жатқандықтан әрине ақша басты құралдардың бірі болып табылады. Енді осы кезде көпшілік адам осы трейдинг саласына бірден ақша тауып кетем, көп ақша тауып кетем деп табыс үшін келеді. Сол кезде көбінің жасайтын қателігі сол трейдингтағы табысын бір нәрсеге негіздеп қояды. Ол қалай? Мысалға, өте үлкен қарызы бар адам болуы мүмкін, да? Ол не істейді? Қазір трейдинг саласын үйренемін, трейдингке кірем, қарыздарын бәрін жабам, тез бәрінің тез бола салады деп ойлайды. Бірақ та наоборот болады. Неге? Өйткені трейдинг бұл сіздің психологияңызға тікелей байланысты. Біздің 10-20% қана білімімізбен табыс табатын болсақ, 80-90% біздің психологиямызбен табыс табамыз негізі трейдинг саласында. Яғни ол қалай? Көп адам не істейді? Мысалға, квартираның арендасын төлеуім мүмкін, қарызын жабам, бизнесін салам, немесе аренданы жабам деген сияқты әртүрлі расходтарды, шығындарды, немесе сондай бір раздражать етіп тұратын, былайша айтқан кезде қатты қысып тұрған моменттерде соны трейдингтің табысын соған негіздейтін болсаңыз, тура сол моментте сіздің саудаңыз керісінше кетеді, сіздің табысыңыз керісінше кетеді. Наоборот, сіз ақша жоғалтып бастайсыз. Осы моментте ескеретін нәрсе. Енді қараңыз, бұл жерде әртүрлі положениядағы, яғни өзінің қаржылай жағдайы дейікші, қаржылай жағдайы әртүрлі адам болуы мүмкін, иә. Тіпті дәл қазіргі сәтте қатты ақша керек болып тұрған адам болуы мүмкін, да. Бірақ та сол кезде сіз трейдингқа келетін болсаңыз, ол наоборот сізде үлкен дұноға түсіріп жіберуі әбден мүмкін. Тіпті шығу қиын болатын, өте тереңге түсіріп жіберуі мүмкін. Неге? Өйткені бұл жерде нарық сіздің бар екеніңізді де білмейді. Нарықта өзінің қозғалысымен кете береді. Сіз ол жерде эмоциямен ашуланып, эмоциямен ренжіп бір нарыққа не істесеңіз де нарыққа бәрібір. Рынок былайша айтқан кезде сіздің бар екеніңізді де білмейді. Просто өзінің қалауынша жүре береді. Ал сіз қандай әрекет жасайсыз, сол бойынша нарық өзінің білгенін жасайды. Ал сіз егер де дұрыс әрекет жасайтын болсаңыз, табысқа шығасыз. Ал егер де эмоциямен дұрыс емес әрекет жасайтын болсаңыз, онда наоборот сіздің ақшаңызды нарық алып қояды. Бұл жерде бір ескере кететін айту керек ақпарат бар. Ол қалай? Мысалға, біреулер $100-дан 200 жасағысы келеді, біреулер 100-дан 1000 жасағысы келеді деген сияқты. Сөйтеді, не істейді? Так, мынадан қазір мынанша $, жасаймын да, ананы қарызым жабамын, мынаны бүйтем, мынаны сөйтем деп негіздеп тастайды. Плюс мынандай суммадан мынандайға жеткізем деген сондай ой тұрады да. Әрине, бұл қандай жағдайда іске асады? Шындығын айтатын болсақ, егер де сіз сол мысалға $100-дан мысалға $1000-ға жеткізем деген ойыңыз пайда болды дейік. Ал егер де соның түбіндегі ой, осы ақшаны мен дәл қазір соны сразу табам да, мен мысалға кредитін жауып тастаймын, қарызын жауып тастаймын деп жасайтын болсаңыз, никак ол жерде сіз оны таппайсыз. Қандай кезде сіз оны табасыз? Ол сіз
содағы түскен табысты негіздемейтін болсаңыз ешқандай нәрсеге. Біз жасадық, $100 бастап челлендж жасадық. Ол кездегі біздегі мақсат не болды? Просто $100 қанша жасай аламыз, қаншаға жеткізе аламыз, и просто осындай суммадан осындай суммаға қалай жетсек болады, эксперимент челлендж ретінде бастаған болатынбыз, Ал егерде сіз реальный өзіңізге керекті ақшаны осылай челленджге жұмсайтын болсаңыз, онда олай дұрыс емес деп айтқым келеді. Мысалға, разгон жасағыңыз келе ме, мынандай суммадан мынаған жеткізгім келеді дейсіз ба, онда ұмытыңыз, ол жердегі табысты мүлдем ұмытыңыз. Сол кезде сізге наоборот оңай болады. Сіз сол жерде психологиялық тұрғыда таза баспен жасай аласыз. Ал сіздің басыңызда анау қаншама проблемаңыз тұратын болса, соны алып келіп трейдингпен жабамын десеңіз, жоқ. Ондай кезде сіз даже сіздің жасаған анализіңіз де дұрыс болмай қалады. Ал когда сіз ұмытасыз, просто жеңіл эксперимент ретінде, челлендж ретінде просто бүйтіп қарап жасайтын болсаңыз, осы кезде сізге оңайырақ болады. Екінші қадамды қорытындылап айтып кететін болсақ, сіздің бар екеніңізді де, жоқ екеніңізді де білмейді нарық. Оған бәрібір. Сіз барсыз ба, жоқсыз ба, сіздің бар екеніңізде мүлдем хабары жоқ. Просто бұл жердегі трейдингке сіз логикалық бизнес ретінде қарау керексіз. Бұл жерде кімдер отырады? Бұл жерде банктер отырады. Олар жайдан жай ақшасын беріп қоймайды. Бұл жерде қаншама финансистер отырады, қаншама крупныйлар отырады. Бұл жерде сіз алдай алмайсыз нарықты. Сіздің ашуланып немесе эмоцияға берілгеніңіз нарыққа керек те емес, ескермейді да, оған бәрібір. Бұл жерде кімдер ақша табады, жаңағыдай эмоциясын басқарып, риск менеджментті сақтап. Яғни трейдингке сіз маған ақша керек деп андай қатты қысылған кезде келетін болсаңыз, жоқ, ол сіздің трейдингтағы жетістікке жеткізетін, соған апаратын жол емес. Нағыз жолы ол қандай? Сіздің бүкіл 100% әрбір күн сайын 100% күш сала алатын, сол салада үлкен жетістікке жетуге ұмтыла алатын еңбегіңіз бен бүкіл уақытыңыз, бүкіл энергияңыз сол жаққа берілетін болса, сол кезде сізде нәтиже болады. Так, үшінші қадам. Бұл өте актуальды тақырып деп айтқым келеді, өйткені жаңадан бастаушыларға көп осы жағдайға кездеседі. Ол қалай? Секіре беру да. Яғни біреу әлемде әртүрлі трейдерлер бар. Әртүрлі стратегиямен жасайды, әртүрлі әрекеттер жасайды, әртүрлі бір бағыттарды жасайды деген сияқты да. Может, біреуі мысалы $100 миллион тапты. Біреуі мысалға $1000 10 000 тапты. Осындай стратегиямен жасадым, осылай жасадым деуі мүмкін. Соларды көреді де көбісі. Анан көреді, сөйтеді да, анаған бір секірет, мынаған бір секірет, мынаны бір көреді. Ойбай, анан күшті екен, мына бұлай жасапты дейді. Бірақ та түбінде алған кезде өзінде түбінде ештеңе жоқ болады. Мен сізге не айтқым келеді? Ешқайда ар жаққа секіре берудің қажеті жоқ. Нақты нарықты түсініңіз, нақты бір стратегияны қолданыңыз. Әрине, стратегия кейбір моменттерде жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Тіпті қатарынан 4-5 стоп-лосс алуыңыз әбден мүмкін. Бұл сіздің стратегияңыз жұмыс жасамайды дегенді білдірмейді. Неге? Өйткені бізде сезон деген нәрсе бар. Ол қалай? Әр нәрсенің сезоны болады ғой. Мысалға, әрбір квартал сайын деп айтайық, 3 ай сайын дейікші. Жаз бар, күз бар, көктем бар, қыс бар деген сияқты. Жылдың басы бар, жылдың ортасы бар, жылдың аяғы бар деген сияқты да. Сол моментте әр стратегия әртүрлі жұмыс жасайды. Мысалға, жылдың басында көбінесе өткен жылдың отчеттары шығады, өткен жылдың қорытынды ақпараттары шығады. Сол арқылы уже басқаша қозғалыс беру мүмкін. Яғни, дальше мысал ретінде бұлай болуы мүмкін. 2024 жыл деп алайықшы, 2024 жылдың жалпы қорытындысы онша емес болды. Ол 2024 бойы құлаватыр дейік мысал ретінде да нарық. И сіз үйреніп қалуыңыз мүмкін да. Болды, құлай береді ғой деп. Бірақ та қараңыз, 2025 жылдың басында наоборот, что-то келмейді, сіздің сделкаларыңыз келмейді, стратегияңызға келмей жатыр, что-то болмай жатыр. Неге? Өйткені ол 2024-тің қорытындысы бітті, болды. 2025-ке крупныйлардың, инвесторлардың ойы өзгерді, позитивке ауысты, дальше олар нарықты өсіргісі келеді, нарықтан көбірек ақша тапқысы келеді деген сияқты да. Сөйтеді, бірден настрой ауысып кетуі мүмкін. Сөйтіп, бірінші квартал, бірінші алғашқы 3 айлық бітсін дейік та. Сөйтіп, жақсы аяқталды деп ойлады. Бірақ та бірінші квартал бітті, бірінші кварталдың отчеттары шықты, бірақ что-то ойдағыдай емес. Инвесторлардың что-то көңілі қалды да, қайтадан нарықты құлата бастады. Екінші кварталда солай болды дейік та. Сөйтіп, ол жақта сіздің тоже стратегияңызын жасамай қалатын кездер болуы мүмкін. Бірақ та ол қай кезде жасамайды? Сіз сол моменттегі нарықты түсіне алмасаңыз, сол моменттегі экономиканың қалай болып жатқанын түсіне алмасаңыз, сол кезде сізде жұмыс жасамай қалады. Сондықтан да әрбір квартал сайын, және екінші квартал құлады дейік мысал ретінде, үшінші квартал қайтадан позитивті болды деген сияқты. Сөйтіп, әрбір кварталда сіз өзіңіз шаблон қалыптастыру керексіз. Яғни сіз жаңадан бастаушы болсаңыз, сізде
шаблон жоқ, сіз қаншама жыл торговать етіп көрген жоқсыз, қаншама жыл тәжірибе жинап көрген жоқсыз, ол сізге нормально деген сөз. Демек, сіз бұл жақта тұрақты жетістікке жете алуыңыз үшін сізге не керек екен? Міндетті түрде уақыт және сол уақытта жинаған тәжірибеңіз маңызды екен. Яғни біз секіре бермеуіміз керек, нақты стратегияны өзіміз қалыптастырып, енді әртүрлі қозғалысты қарап, бәрін түбінде қарайтын болсақ, біреу ана стратегияны айтады, біреу мынаны айтады, біреу мынаны айтады, бәрін түбінде қараған кезде негізі бір-ақ нәрсе. Ол не? Нарықты түсіну керек. Болды. Әрбір квартал сайын нарықты өзіңіз зерттеңіз, әрбір айды зерттеңіз, сөйтіп көріңіз, шаблон қалыптастырыңыз. Вот сол арқылы уже сізде не пайда болады? Шаблон пайда болады, стратегия пайда болады. Сіз яғни былайша айтқан кезде заманына қарай түлкі бол деген сияқты. Бұл жерде де солай. Бұл жерде де сіз нарық қалай қозғалады, солармен бірге, соларға үйренісіп, солармен бірге алып кеп, солармен бірге жүріп, крупныйлармен бірге табыс табуыңыз керек. Келесі қадам, бұл 4-ші қадамымыз қанағатсыздық деген нәрсені айтқым келіп отыр. Көпшілік трейдерлар қалай жасайды? Мысал ретінде жақсы анализбен жасауы мүмкін, бірақ та тауып тұрған табысынан айырылып қалуы мүмкін, немесе бір жаңағы стоп-лосс алып алады да, сонысын қайтарам деп анализсіз кіру әбден мүмкін деген сияқты. Вот осы ең негізгі үлкен қателіктердің бірі болып табылады. Қалай болуы мүмкін? Мысал ретінде сделка ашты, тейк профитін қойды, бара алады деген жерлерге қойды. Ол жетті, бірақ та ол не істеді? Тейк профитпен жаппады. Тейк профитін алып тастады, тағы да болып қалар деп отыра береді, и момент тұрады да өзінің ашқан нүктесіне келеді қайтадан, немесе стоп-лосспен жабылуы әбден мүмкін. Қайтадан. Вот осы моментте көпшілігімізде қанағатсыздық жетіспей қалады. Нақты бара алады деген жерге қойдыңыз ба? Тейкқа барсын или стопқа барсын, болды. Анализбен жасадыңыз ба? Ресет сақтадыңыз ба? Все. Тейкпен болса тейкпен жабылсын, стоппен болса стоп. Главное сізде не? Дұрыс риск-менеджмент сақталған, дұрыс анализбен жасалған, до конца күтсеңіз, полный өзіңіздің алам деген нәрселеріңізді алдыңыз. Ал егер де ол тағы болып қалар ұстай беретін болсаңыз, жоқ, онда сіз тұрақты жаңа ары қарай трейдинг саласында үлкен жетістікке жетуіңізге ол кедергі болуы мүмкін. Одан кейін қалай жасайды? Стопты тоже соза беруі мүмкін. Бұл енді әрбір трейдерлардың басынан өткен жағдайлардың барлығын мен осы 4 қадам бойы айтып келе жатырмын. Бұлардың барлығы өзімнің тәжірибемнен алынған нәрселер. Стоп-лоссты жылжыту, жақсы момент болуы мүмкін андай. Нақты анализіңізге сенімді болып, егер де мына жерде бұзып кетсе, онда болды уже, арқылы шанс жоқ деген жерге ғана қоясыз стоп-лоссты. Еще риск-менеджментпен есептеген кезде сіздің стоп-лоссыңыз жаңағы өзіңіздің ережеңіз бойынша қойылу керек. Вот нақты стоп-лосс қойылды, стоп-лосс қойылғаннан кейін ол не істейді? Ары қарай тағы да стоп-лоссты алғысы келмейді, мысалға бір $100 стоп-лосс қойды дейік. Жақсы, оны алып тастады. Не үшін? $100 жоғалтқысы келмеді. Ол тұрды да минус 1000 болып кетті да. Аяқ астынан бір жаңалық шықты, қатты құлап кетті. Немесе бір 2-3 күн күтті, ол құлай берді, ол үміттене берді, қайта өседі. Жоқ, ол құлай берді, момент бүкіл депозит жоқ болып кетті. Осындай қателіктер болады. Қанағатсыздық плюс жаңағы риск менеджмент жоқ, ережелерді сақталмай, сонымен тейк профит алынбайды, не стоп-лоссты дұрыс қоймайды. Осындай қателіктер сіздің трейдинг саласындағы жетістікке жетуіңізге кедергілердің бірі болып табылады. 5-ші қадам, бұл қадамның атауы күш салмай ақша тапқым келеді. Негізінде көпшілік адамдардың қалауы сол да, еңбектенгісі келмей, күш салғысы келмей, ақша тапқысы келеді. Негізінде шынымен де біз дәл қазіргі сәтте еліміз мұсылман мемлекеті болғандықтан, және де біз діни сауатымыз бар, Аллаға сенетін адамдардың бірі болғандықтан айтқым келіп отыр да. Егер де адам, былайша айтқан кезде Алланың пендесі, Алла өзінің пендесінің бұзылып кетпеуі үшін, және де оған қайырлы емес екен барлығын біледі да. Егер де сіз сол ақшаға дайын болсаңыз, сізге қай жақтан болмасын ақша келеді да. Ал мүлдем ол ақшаға дайын болмасаңыз, сіз қанша тырыссаңыз да, қалай әрекет жасасаңыз да, ол ақша сізге бұйырмауы мүмкін. Бұл мен осы уақытқа дейін жинаған бүкіл әртүрлі жасаған істеріміз бар, әртүрлі қоғаммен араласып көргендегі, әртүрлі жұмыс жасағандағы бүкіл жинаған өзімнің түйген ойым осыған келісемін да, осы ойға. Яғни ақша сізге дайын болған кезде ғана келеді да. Ал былайынан адамның запросына байланысты беріледі да. Енді сіз Құдай сақтасын, енді біз Африкадағыдай аш болып, тамақ таппай,
көшеде қаңғып жүрген жоқпыз ғой, Құдай сақтасын да. Біздің запросымыз не? Отбасымызды асырау, күнделікті тамағымызды жеп жүрміз, жолымызға, жүріп тұрысымызға ақшамыз бар, квартирамыз, ақшамыз төленіп жатыр, отбасымыз аш емес, әйтеу бір бұйырғаны болып жатыр, иә. Бұл нәрсе солай болу керек. Неге? Өйткені Аллах тағала ұясынан ұшып шыққан торғайдың өзіне кешкісін келген кезде оның ризығын беріп қояды. Дәл солай сіздің де өзіңіздің ризығыңыз беріледі. Ал бірақ та сіз енді жақсы өмірді қалайсыз, ағырай запросыңыз көбейген кезде сізде уже не пайда бола бастайды? Ашкөздік пайда болуы мүмкін, көреалмаушылық пайда болуы мүмкін деген сияқты. Одан бөлек әрине сізде не болу керек? Сол нәрсеге жету жолындағы запросыңыздан бөлек соған жұмсайтын күшіңіз бен еңбегіңіз болу керек та. Яғни трейдингта да солай. Өйткені мен көп байқаймын, белгілі бір расходтарды төлеу керек бұл кездер болады, мысал ретінде да. Мысалы белгілі бір ақша төлеу керек, ақша жіберу керек, немесе бір зат алғыңыз келеді, мысалға компьютер алғыңыз келеді, машина алғыңыз келеді, үй алғыңыз келеді деген сияқты запростар пайда болған кезде, вот қараңыз, сізде қандай кіріс көзі бар, сол бойынша келеді да. Яғни Аллах тағала енді тұрады да, сіз сварщик болсаңыз, тұрады да сізге операциядан ақша таппайсыз ғой, мысалға біреуге операция жасаудан. Яғни сіздегі кіріс көзіне сіздегі өзіңіздің жаңа сваркадан таба алатын, қолыңыздан келетін іспен алып келеді деген сияқты да. Дәл солай адам да өзінің кіріс көзін көбейтсе, соншалықты не болады? Өзінің табысы көбірек болады. Соның ішінде сол осы именно трейдинг саласы табыс көзінің бірі болып табылады. Бірақ та бағана айтып кеттік, қалай айналысу керек, қалай дұрыс әрекет жасау керек, қалай жетістікке жету керек, пошаговый бүйтіп мен сіздерге қадаммен бөлісіп келе жатырмын да. Вот қараңыз, бұл нәрседе қорытынды айтқым келіп тұрғаны не? Адам ақшаға дайын болған кезде сол кезде беріледі. Яғни сіз тырыспаңыз, ешқандай әрекет жасамай, просто так ақша таба салам деген нәрсе трейдингта мүлдем жоқ. Сіз дайын болу керексіз. Қаншама 1000 сағат видео көруіңіз керек, қаншама 1000 сделка жасауыңыз керек, қаншама уақыт практика жасауыңыз керек, қаншама жыл арнауыңыз керек деген сияқты да. Вот осы нәрсенің барлығын күш салып жасайтын болсаңыз, вот осы кезде сізде жақсы нәтиже болады. Және де айтқым келетіні, сіздің дәл қазіргі материалдық жағдайыңыз сіздің осы уақытқа дейін жасаған әрекеттеріңіздің нәтижесі деп айтуға болады. Мысал ретінде біреулер 13 жасынан бастап жаңағыда бизнеспен айналысып, бүкіл күшін салып, әртүрлі зерттеп, оқып, шетелге шығып, бәрін істеуі мүмкін. Дәл қазіргі сәтте не істеуі мүмкін? Үлкен байлығы бар, үлкен деңгейде жұмыс жасауы мүмкін. Ал кейбіреуіміз көңіліміз түсіп қалады, неге біз ондай емеспіз, неге біз бай емеспіз, неге жағдайымыз дәл қазіргі жағдайдамыз, неге ақшамыз көп емес деп. Бірақ ойланып қарайтын болса, оған ешкім кінәлі емес, оған кінәлі тек өзіміз ғана да. Егер де сіз бір ғана нәрсе емес, бірнеше нәрсемен айналысып, оқып, дамып, білім алып, әртүрлі салаларды зерттеп, тоқтамай, таңнан кешке дейін кәдімгідей жұмыс жасап, бүкіл күшіңізді салып жатсыз ба деген сұрақта. Егер де солай болса, онда Аллах тағала сізге нәтижесін беретін еді. Ал сіз просто ешқандай күш салмай, байығыңыз келеді, ондай нәрсе мүлдем болмайды. Жалпы әділеттілік бұл жерде жұмыс жасайды. Вот сондықтан айтқым келетіні, материалдық жағдайлар, бұл сіздің кім екеніңізді көрсетпейді, кім екеніңізді дәлелдемейді. Может, сіздің ақшаңыз көп болуы мүмкін, бірақ та ол қайдан келген ақша деген сұрақты. Может, біреудің әке-шешесінен қалды, біреу бірден ұтып алды, біреуден сыйлық алды деген сияқты болуы мүмкін. Ал шынайы сіздің кім екеніңізді көрсететін, сол жетістікке, сол байлыққа жету жолындағы жолыңызды қалай өттіңіз, осы сізді кім екеніңізді көрсетеді. Ал егер де сіз сол жолды шыдап өтетін болсаңыз, онда ол нәрсе уже сіздің өміріңізге үлкен тәжірибе қалыптасады. Ал байлар мысал ретінде неге нағыз шынайы өзінің күшімен, өзінің жетістігімен, жаңа өзінің бүкіл еңбегімен жеткен байлар өзінің бүкіл байлығынан айырылып қалса да, олар бірнеше жылдан кейін өзінің состояниясын, өзінің жағдайын қайтарып алады. Неге? Өйткені ол жердегі маңыздысы материалдық жағдайы болмады оның маңыздысы солған жету жолындағы қалыптастырған жолы. Вот осы жолда олар не істейді, біледі, қайталайды, қайтадан сол дәрежеге жетеді. Сондықтан трейдинг саласында да бұл өте маңызды болып табылады. Сіз трейдингке келе сап, ойбай, бәленбай ақша тауып кетемін деген ойдан алып тастаңыз, наоборот, сол трейдинг саласына жетістікке жетуге деген жолдағы бүкіл қиындықтарды, бүкіл еңбекті, бүкіл уақыт энергияңызды арнауға дайын болсаңыз, бұл салада үлкен нәтижеге жетуге болады. Яғни 5-ші қадамды
мен сіздерге қорытындылап айтқым келіп отыр. Сіз қалауыңызды алмайсыз, егер де соған тұрарлық әрекет жасамайтын болсаңыз. Сіз соған тұрарлық адам болмасаңыз, сіз соған тұрарлық әрекет жасамасаңыз, онда сізге ол нәрсе берілмейді. Ал егер де сіз соған лайықты болсаңыз, соған лайықты әрекет жасасаңыз, еңбектенсеңіз, онда Аллах тағала береді. Бірақ та мен бір нәрсемен осы кезде бөліскім келіп отыр. Мынандай бір кітаптан және ұстаздардан естіп қалған бар еді. Жалпы адам баласы ойлайды дейді, менің амал әрекеттерім менің дәл қазір бай болып отқаныма тікелей байланысты деп ойлайды. Ол амал жасамасаңыз сізде ештеңе болмайды, ол дұрыс. Бірақ та егер де дәл қазіргі біздің салып жатқан күшіміз, мысалға бардыңыз, бірдеңе жасадыңыз, енді ер адамдарды сондай да, отбасының өзінің нәпақасы осы ер адам арқылы келетіндіктен, ер адам бірдеңе жасайды, Аллах оған ризығын бере салады да. Дәл солай енді сол ризығын бере салуы Аллахтың мейірімінен дегенді айтқым келіп отыр. Неге? Өйткені былай айтқан екен да, егер де Аллах тағала, егер де сендер өздеріңнің дәл қазір жасап жатқан істеріңмен, амал әрекеттеріңмен осы нәтижеге жеттік десеңдер, қателесесіңдер деді. Егер де тура әділетті түрде сендердің жасап жатқандарыңа нәтижесін беретін болсақ, дәл қазір сендердің жағдайларың бомбыш сияқты болатын еді дейді. Яғни біз просто амал әрекет жасаймыз, ал Аллах мейірімімен одан еселеп көбірек қылып бізге ризығын береді екен. Сондықтан бірінші кезекте Алладан сұраймыз, одан кейін амал әрекетін жасаймыз, дальше еңбектенеміз, соған қарай комбо болады да. Амалымыз бар, дұғамыз бар, плюс комбо. Осы арқылы бізге үлкен жетістікке жетуге Аллах нәсіп етеді. Плюс жаңағы біздің ең маңызды білу керек нәрсеміз, ақша лайықты адамдарға беріледі деген келеді. Енді әркімде андай сылақ болуы мүмкін. Мысалға, мұсылман еместер болуы мүмкін. Әртүрлі адам бар ғой, біреу былай деп айтуы мүмкін. Илон Маск мұсылман емес қой деуі мүмкін. Илон Маск не істеп жатыр? Өте құнды нәрселер жасап жатыр, соған қарай оған ақша беріліп жатыр деген сияқты да. Жалпы бұл өмірде бірақ қана нәрсе бар. Кім құнды нәрсе жасайды, соған ақша келе береді деген сияқты. Сондықтан өзімізді лайықты етіп алайық. Андай ақша таппай жатсақ, болмай жатса, онда көңілді түсірудің қажеті жоқ. Просто соған лайықты адам болуға ұмтылу керек болды. Осы кезде ақша өзі-ақ қана келетін болады. 6-шы қадам, бұл соңғы қадам. Бұл енді өте маңызды, қорытынды қадам деп айтуға болады. Бұны Құраннан бір сүремен келтіргім келіп отыр. Рағд сүресінің 11-ші аятында айтылған. Шын мәнінде адам өзі өзгермейінше, Алла оның жағдайын өзгертпейді. Немесе шын мәнінде айтатын болсақ, адам шынымен де өзі әрекет жасамайтын болса, бағана айтып келе жатқан қадамдардың барлығында да, адам өзі әрекет жасамайтын болса, өзі тырыспайтын болса, не үшін ол Аллах тағала оның жағдайын өзгерту керек. Мысалға алайық, сіз өміріңізді өзгертуге шештіңіз, бірақ әрекет жасамадыңыз. Яғни бұған байланысты бір әңгіме дейін ба, енді естілген, бірақ та мысал ретінде жақсы вариант ретінде келіп тұр. Енді нақты мынандай айтқан, мынандай хадис деп айта алмаймын. Енді ол жағынан өкінішке орай білімім аздау, бірақ та сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Мынандай бір оқиғамен бөліскім келіп отыр. Әңгіме қиял сияқты көрінуі мүмкін, бірақ та өте жақсы мысал ретінде қарастыруға болады. Бір жігіт болған, қазіргі заманда өмір сүретін, оған періштелер түсінде келіп аян берген екен. Әлемдегі ең бай адам боласың, ең құрметті адам боласың, және де әлемдегі ең сұлу әйелің болады деп айтып кеткен екен да, аян берген екен. Сосын ол жігіт қуанып, сөйтіп мәз болып сөйтеді да, мен әйтеу бай адам болам ғой, әйтеу құрметті адам болам, еще мен әйелім болады ең сұлу, сондай деп жүре берген, бірақ та түбінде біраз уақыттан қайтыс болады. Не бай болған да жоқ, не сұлу әйел де болған жоқ, үйленбей кеткен мысалға да, не жаңағы ешқандай да құрметті адам болған жоқ. Просто ешкім танымайтын жай бір қарапайым адам болып өткен екен. Сөйтіп арғы дүниеге барған кезде жаңағы періштелерге жаңағы сұрағын айтқанда, сендер маған осындай деп едіңдер ғой, неге олай болды деген кезде періштелер айтқан екен, Аллах тағала саған қаншама мүмкіндік жіберді деп айтқанда. Яғни мысал ретінде деп кәдімгі фактпен көрсетіп берген. Саған айттық, ең құрметті адам боласың дедік деді. Бірақ сенің еліңде үлкен су тасқыны болды. Сол кезде сенің үйіңе биікте болғандықтан ешқандай ештеңе болмады, бірақ та төменде тұратын халыққа көмектесіп, сен құрметті адам болуға мүмкіндігің болып еді, бірақ сен шықпай ештеңеге көмектескің келмей, просто өзіңді ғана өзің ойлап қалған едің. Егер де сен сол кезде әрекет жасағанда халықтың арасында құрметті адам болатын едің деген екен. Ал жақсы дейді да. Екінші, ең сұлу әйелің болады деп едің ғой деген кезде, саған қаншама рет сен жұмысқа бара жатқан кезде қаншама
қасыңда былайша айтқан қыздардың танысуға мүмкіншілік сыйладық. Вот өзің не істедің, қорықтың, қобалжыдың, ешқандай былайша айтқан тормоз болдың деп айтты да. Өзің әрекет жасамадың. Одан кейін сен өзің әрекет жасамағаннан кейін біз не үшін олай болу керек екенін деп айтқан болатын да. Үшінші, жақсы, ең бай адам боласың деген кезде сенің елесің ба, осындай кезде саған осындай керемет идея келген еді, бірақ сен оны не істедің, қорқып жасамадың. Ал оны не істеді, біраз жылдардан кейін басқа адам уже соның ойына келіп, сол адам жасап әлемдегі ең бай адам атанған еді деп айтқанды. Вот бұдан не түйеміз біз? Адам өзі өзгермейінше, адам өзі әрекет жасамайынша, әр адам өзі амалын бастамайынша ешқандай нәрсе өзгермейді. Және де жетістік те бір нәрсе де бірден бола салмайды. Оған жету жолында өте үлкен кедергілер, сәтсіздіктер, қаншама минустар, қаншама жаңағы қиындықтар болуы мүмкін. Ал ол нәрселер сіздің ол нәрседе жолыңыз болмайды дегенді білдірмейді. Просто сіз сол қателіктерді жібермейтін болсаңыз, онда сіз ондай жетістікке жете алмайтын едіңіз. Ал ол қиындықтар, сәтсіздіктер ол сіздің сол жетістікке жету жолындағы жаңағы неңіз, лестницаңыз. Вот сол арқылы ғана жете алады екенсіз. Енді қорытынды осы 6 қадамды айтқым келіп отыр. Осы 6 қадамды егерде шынымен де енді бар өзімнің ойымнан шығара алғанымды жеткізе алғанымша сіздерге айтып отырмын. Егерде шын түсінген адам болса, бұл өте үлкен өмірдегі үлкен инсайттардың бірі деп білемін. Осы нәрселерді түсініп, шынайы осы нәрселерді қолданып өмірінде, не только өмірінде, только осы трейдинг саласында да қолданатын болсаңыз, онда сізде өмірдегі ең ауқатты адам болуыңызға мүмкіншілігі болады деп ойлаймын. Және де бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Ұнады деп ойлаймын. Енді барынша сіздерге пайдалы болу үшін өзімнің осы уақытқа дейін жинаған тәжірибеммен, ойыммен, инсайттармен барлығымен бөлістім. Енді ұнаған болса, онда лайк басыңыздар, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Және де трейдинг саласын үйреніп бастаймын деген жандар үшін біздің Ризық академиямыз трейдинг саласын және инвестиция саласын нөлден бастап жоғарғы деңгейге дейін толық үйретіп, осы саладағы табыс табуыңызға себепші бола алады деп айта аламын. Сондықтан егерде трейдинг саласын үйренгіңіз келсе, төмендегі біздің видеомыздың, YouTube видеоларымыздың астында описание бөлімінде WhatsApp ссылка бар, сол жерге үйренгім келеді деп жазатын болсаңыз, сізге сол жақта толық ақпарат берілетін болады, және сізге хабарласып, осы трейдинг саласын үйрететін өзіміздің білім ақпараттарымызбен бөлісетін боламыз. Сондықтан видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.